Қалай Қытайда ішекті тазалайды? Біздің өмір сүру процесінде ішекте үлкен мөлшерде қажетсіз қалдықтар жиналады. Организм әрдайым олардың бөлінуімен өз бетімен шұғылдана бермейді. Жаба ішекте қалыс істегенде токсиндер тағамдық заттардың сіңуіне және бүкіл организмнің жұмысына әсер етеді. Тосқауыл ретінде осы жүктемеден организмге уақытылы көмек беру маңызды. Бұл видеода біз Қытай медицинасында дұрыс тамақтану жүйесі арқылы қалай істелетінін айтып береміз. Егер сен әлі біздің каналды жазылмаған болсаң, міндетті түрде жазыл. Лайк қоюды ұмытпа және қоңырау белгісін бас, біз саған әлі де көп қызықты және маңызды тақырыптарды ашуға тырысамыз. Токсиндер мен шлактар дегеніміз не? Токсиндер сырттан ағзаға кіретін немесе тағамды қорыту барысында өндірілетін олар. Рұқсат ету керек. Біз қашанда ең сапалы, экологиялық таза және сау өнімдермен тамақтанбаймыз. Сондай-ақ зиянды әдеттер тамақ қорыту жүйесіне теріс әсер етеді. Бірақ әсіресе қауіптісі уланудың нәтижесінде немесе ауыр инфекциялық ауру барысында токсиндердің жиналуы. Шлак терміні ресми медицина қолданбайды. Бірақ балама медицинада ол ағзадағы бөтен түзілімдерді сипаттайды. Мәселен, бауыр мен бүйректе тас немесе ішекте нәжістік тастар. Орта жаста олардың саны 5 келіге дейін жетуі мүмкін. Неліктен токсиндер мен шлактар жиналады? Алдыңғы айтылғандай, негізгі себеп тамақтану әдеттері. Біз көп тұзды, майлы, өңделген тағамдар жейміз. Қарапайым айтқанда, фастфуд пен жартылай фабрикаттар. Бұл бәрі ағзаның басты сүзгілері. Бауыр, бүйрек және ішек жұмысына теріс әсер етеді. Сумен қамтамасыз етілуі төмен. Көкөністер мен жемістердің нитратпен ластануы. Таза судың жетіспеушілігі. Газдалған сусындармен ауысуы. Барлығы судың тұз балансының бұзылуына алып келеді. Әрине, темекі шегу мен алкоголь осы жағымсыз әсерлер қатарында соңғы орында тұрмайды. Тамақтану әдеттерінен бөлек, қозғалыссыздық, артық салмақ, стресс сияқты жанама факторлар да ағзаның зашлакталуына алып келуі мүмкін. Бұл көрінбейтін сияқты болса да, иммунитетті төмендетіп, біздің ағзамыздағы негізгі процестерге кедергі келтіреді. Ал бұл өз кезегінде тікелей тағам қорытуға және тағамдық заттардың сіңуіне әсер етеді. Солайша шеңбер жабылады және адамның жағдайы нашарлайды. Ағзаның ластануы белгілері. Токсиндермен ағзаның ластануы былайша байқалуы мүмкін. Ұйқысыздық және ауыр ояну. Содан кейін аяқ қолдарында әлсіздік сезіну. Қабыршағы кетпеймін немесе диарея. Терінің құрғауы және шаштың түсуі. Терідегі пайда болулар. Қысқа мерзімді жұмыс істегеннен кейін шаршау. Маусымдық грипп эпидемияларына бейімділік. Дәм мен тәбеттің жоғалуы. Себепсіз ашулану және реніш. Егер сенде белгілердің 1-2-3 ғана болса, онда ағзадағы токсиндердің мөлшері әлі тым көп емес. Дегенмен тазартуын бастау қажет. Белгілердің 2-3-тен көбі болса, орташа деңгейде ластану. Ал егер босатып бөлінгеннің бәріне жуық болса, ішектің ластануы соншалықты жағымсыз салдардың дамуын күтпей-ақ дереу тазарту керек. Ішекті қалай тазартуға болмайды? Көптеген тазарту әдістері бар, бірақ медицина оларға скептикалық қарайды, кейде қатты қарсы. Мәселен, әртүрлі клизмалар және лимон шырынын күнбағыс майымен бірге қабылдау дәрігерлерде көп сын тудырады. Бұл ішек функциясының бұзылуына, асқазанның қабынуына немесе өт жолдарындағы тастардың қозғалысына алып келуі мүмкін. Бұл өте қауіпті. Біз зиянсыз әдістер туралы айтсақ дейміз. Өз бетімен тәжірибе жасауды талап етпейтін. Яғни дәмді және пайдалы тағамдарды жүйелі түрде тұтыну арқылы ішекті тазалауды оның өзінен орындау. Қытайдағы дәстүрлі медицина кеңесіне сүйенген әйел осы кеңестерді ұстанып, нәжісі қалыпқа келген, көңілі көтерілді және төзімділігі артты. Ішекті не арқылы тазартуға болады?
Қытай емшілері жүздеген жыл бұрын ішектің перистальтикасын жақсартатын, ішектен бөтен қоспаларды жұмсақ шығаратын бірнеше тағамдардың емдік қасиеттерін анықтаған. Бірінші тағам ламинария, немесе теңіз қырыққабаты. Бұл балдыр йодқа бай, сондықтан қандағы триглицеридтердің өңделуін жақсартады, қышқылданудан қорғайды және ішектегі тағам қозғалысын жақсартады. Ламинария төмен калориялы тағам. Бұл оның жүйелі тұтынуы үшін маңызды. Әрі оны тронциями байланысады және ағзадан шығарара алады. Бұл оның профилактикалық құралға айналуының себебі. Лейкемия даму қаупін азайту. Ламинарияны шүкі түрде жеуге болады, несиемен бірге буға пісірілген түрде дайындауға болады. Осындай тәсілде ол барлық пайдалы қасиеттерін сақтайды. Екінші маңызды және қолжетімді тағам қоңыр күріш. Біз бәріміз күрішті рационның ажырамас бөлігі деп білдік. Бірақ ақ қабыршаланған нұсқасы дайындалуға ыңғайлы болса да, көп пайдалы заттарды жоғалтады. Олар қабатында жатыр. Ол күрішті қабыршалау кезінде жойылады. Қоңыр күріш құрамында В тобы витаминдері мен Е дәрумені, сондай-ақ магний, калий, темір, мырыш және марганец бар. Барлығы иммунитет және қан айналымын жақсартады. Ішектің перистальтикасы үшін қажетті азықтық талшықтарды қамтиды. Қоңыр күрішті дайындамас бұрын оны таза суға жуып, 2 сағат бойы салып қою керек. Мұндай күрішті каша түрінде аптасына 2 реттен кем емес тұтынуға болады. Үшінші тағам алма. Күніне 1 алма дәрігерді ауыстырады деген мақал бар. Шындығында осы жемісте болатын пектиндер мен галактурон қышқылы токсиндерді шығаруға көмектеседі. Іш қатуды алдын алады және ішектің қанмен қамтамасыз етілуін жақсартады. Алмаларды қабығымен бірге жеу маңызды. Өйткені дәл сол жерінде көп антиоксиданттар бар. Олар ішек тіндерінің қартаюын бәсеңдетуі мүмкін. Төртінші тағам жержаңғақ. Онда фитин қышқылы мен фитостеролдар бар, олар ішекті ылғалдандырып нығайтады. Сонымен қатар жержаңғақ өте тағамдық, гарнир ретінде қолдануға болады. Қытай медицинасында жержаңғақты қайнатылған түрде жеу кеңес етіледі. Бұл бізге аз таныс, бірақ солай болған жағдайда заттың барлық қасиеттері сақталады. Күніне 5-6 дән жеткілікті. Бесінші тағам балдыркө, сельдерей. Оны ішектің ең күшті тазартқышы деп атайды. Көп мөлшерде талшықтардың арқасында ішекті мінсіз босаңсытады. Қорыту процесінде балдыркө лигнин мен энтеросолюбилді липид бөлініп шығарады. Бұл табиғи антиоксиданттар ішектегі патогенді бактерияларды тиімді түрде басады. Балдыркө ішекті тазартуды жеделдетеді. Қатерлі ісіктің даму қаупін төмендетеді. Бұл көкөніс тек ішекке ғана емес әсер етеді. Глюкоза деңгейін төмендетеді, гипертонияға көмектеседі, қанды темірмен қанықтырады. Сондай-ақ несеп қышқылын сыртқа шығарады. Бұл подагра өршуінен аман болуға мүмкіндік береді. Балдыркөні тек жеуге ғана емес, соғығын ішуге болады. Оған бірнеше тамшы лимон шырынын қосу керек. Алтыншысы тағам бұршақ. Онда ақуыз бен азықтық талшық көп, ал қызыл бұршақ сапонинге бай. Бұл зат тек перистальтикасын жақсартып қана қоймай, диурездік әсерге ие. Сондықтан бұршақ тұтыну бүйрек пен жүректі нығайтады, қан қысымын және липид деңгейін төмендетеді, сондай-ақ ісінуді жояды. Жетінші тағам батат, немесе тәтті картоп. Оның артықшылығы талшық көп мөлшерде болғандықтан, егде жастағы іш қатумен күрес кепебіл. Жаста ішектің перистальтикасы айтарлықтай нашарлайды. Бірақ бұл түйнекті тамыр тіпті сондай қиындықпен де күресе алады. Банан мен клубника. Денені детоксикациялау үшін үздік жеміспен жидек. Ал клубниканың құрамындағы С витамині оны әрі тиімді иммунитет күшейткіш етеді. Бірақ қышқылға аллергиясы бар адамдарға бұл жидекті тұтынудан бас тартқаны дұрыс. Соңында жасыл шай. Бұл әдеттегі сусын ішектен ғана емес, бүйректен де токсиндерді шығарады. Себебі диурездік әсері бар.
Сондай-ақ шай қандағы липид деңгейін төмендетіп, темекі шегушілер үшін никотин зиянына қарсы әсері бар. Көріп отырғаныңдай, табиғат бізге ағзаны тазарту үшін көптеген пайдалы және тиімді тәсілдер береді. Дұрыс тамақтану арқылы токсиндерді шығару артық әсер етпей, ағзаның теріс әсерінсіз жүзеге асады. Сол арқылы сен рационыңды әртүрлендіресің. Демек, организмді пайдалы химиялық қосылыстармен қамтамасыз етесің. Ал сен ағзадан токсиндерді қалай шығарасың? Пікірлерде жазың. Қоңырау белгісін басқанда барлық хабарламаларды қабылдағың келетінін белгілеуді ұмытпа. Саған денсаулық пен ұзақ ғұмыр тілеймін.